Достар, менің көңіл күйім жоқ. Өйткені біз ютубта 40 мыңға тайып қалсақ та, инстаграмда 200-ақ тіркелушіміз бар. Йоу. Менің инстаграм парақшам бар екенін білмейсіздер ма, достар? Өтінемін, төмендегі сілтеме бойынша тіркеп қойыңыздар. Мен арасында өзімнің қуған суреттерімді сонда салып тұрамын. Сондықтан тіркеп қойыңыздар, болмағанда 1000 подписчикке жеткізіп қояқшы. Ал енді. Сәлем достар, сендермен бірге Ерасыл. Бүгін біз сіздерге өте бір қызықты киноны таныстырамыз. Бір-бірін танымайтын 6 адам бір белгісіз ойынға қатысамыз деп келіп, мүлдем ешкім ойламаған оқиғаларға тап болады. Олар әртүрлі жұмбақтар мен кедергілерге толы бөлмелерден өтеді. Бірақ ойынның ережесі өте қатал. Сәл қателікке бой алдырсаң, өлесің. Бұл ойынды кім жеңеді? Бұл ойынның жұмбағы қандай? Оқиғаның соңы немен бітеді? Қызықтырып бара жатыр ма? Бүгін біз сіздерге 2019 жылы түсірілген Клаустрофи киносының қазақша негізгі желісін айтатын боламыз. Тегін лайкты аямай басып қойыңыз, және де арнаға тіркелу мына қызыл батырмасын сұп-сұрғы қойыңыз, және де жаңа шыққан қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыз. Сіз сол арқылы біздің жаңа шыққан видеолардан қалыс қалмайсыз. Бұл әрекеттер сіз үшін жай ғана саусақтың жұмысы, ал біз үшін бұл нағыз мотивация. Ал енді интродан кейін әңгімені жалғастырайық. Кино ойын қатысушыларын жеке таныстырумен басталады, және бұл оқиға Американың Чикаго қаласында өрнейді. Алдымен біз Зой деген қызбен таныс боламыз. Ол студент, өте білімді болса да бір өз-өзіне сенімсіз. Адам көзіне тікеде қарай алмайды. Одан кейін біз келесі кейіпкермен таныс боламыз. Бой десе бойы бар, түр десе түрі бар, денесі болса айналып кеткен. Ақшаны айлап емес, апталап емес, күн сайын емес, тіпті сағат сайын табады. Бизнесмен, қыздардың арманы шоколад Джейсон. Одан кейін өзім секілді бір сүйретілген, жүрген жеріне шөп шықпайтын, азық-түлік дүкенінде жұмыс жасайтын Венмен таныс боламыз. Осылай олар әр жерде әртүрлі өмірін жалғастырып жатса, бір күні оларға қайдан, кімнен келгені белгісіз бір қап-қара төрт бұрыш бір қорап келеді. Ашып қараса, ішінен тағы бір қорап шығады. Қораптың бірдемесін шұқылап бір қағаздағы нәрсені оқыса, біздің дайындаған құпия бөлмелердің жұмбағын шешіп, $10,000 иесі атаныңыз, дейді. Әрине, ақша десе кім қызығады ғой. Мүмкін ұтып алармын деген оймен кел деген жерге әгі 6 да келеді. Сол кезде біз қалған 3 кейіпкермен таныс боламыз. Көзәйнек таққан программист, және спортсмен сары қыз, және жүк көлігінің шофері. Осылай осы 6-ы ойын таныстырушыны келіп ойынды таныстыратын шығар деп отыра береді. Сөйтсе ешкім келмейді. Ал айналасы түгелмен камераға толған. Бәрі ойын қашан басталады деп тұрса, программист тұрып ап, "Ёптығыны, ойын басталып кетіпті. Біз ойынға қатысып жатыр екенбіз" дейді. Сөйтсе, шынымен де солай екен. Бәрі таңырқап, естері шығып жатса, Зой бір бәленен шұқылап қалып, төбе пеш құсап қып-қызыл болып кетеді. Одан кейін бөлме ысый бастайды. Есікті ашайын десе, есік ашылмайды. Бір уақытта бір телефон шырылдап алып қалса, ереже бойынша ойна дейді. Одан кейін бөлменің барлық жері ып-ыстық болып кетеді. Сол кезде спортсмен қыздың тынысы тарайып, бір стакан суды ішіп алады. Біраздан кейін әлгілер жұмбақты шешсе, ол стол болып шығады. Ортадағы столға ал стакандағы суды қатар қойса, келесі кезеңге өтеді екен. Бірақ спортсмен қыз бір стакандағы суды ішіп қойған. Сол кезде Бен, алқаштың да пайдасы бар деп, қалтасынан арақты шығарып әлгі стаканға құяды. Сөйтіп олар келесі кезеңге өтеді. Және кино заңдылығы бойынша әптен шығып бара жатқан кезде сол бөлме жарылады. Фу, осыны қою керек қой, авторлар қойсайдан жалқып кеттік қой мұндайдан. Осылай олар құбыр арқылы келесі кезеңге келеді. Келесі бөлме еп-ескі ағаш үй секілді. Ол үйдің құпия кодын әлгі сүйретілген Бен тағы шешіп тастайды. Сөйтіп олар келесі бөлмеге келеді. Ол бөлме өте суық болып шығады, және суытатын мұздатқыштар тоқтаусыз үрлеп тұрады. Біздікілер үсей бастайды, және олардың ортасына тек бір куртка ғана берген. Бұл бөлменің ең сұмдығы, бұл бөлмеден шығатын кілт бір үлкен 4 бұрышты мұздың ортасында. Сол кезде Бен, алқаштың да пайдасын көріп едіңдер, енді темекішінің пайдасын көресіңдер деп жазгелкасын программистке лақтырып қаса, программисттің астындағы мұз тесіліп программистіні жұтып кетеді.
Сөйтсе бұл ойынды тек мұзды қатысушылар өз дене жылуымен ғана еріту керек екен. Мұзды басқалай басқа затпен еріту не болмаса сындыруға болмайды. Әйтеу бәрі әйтіп-бүйтіп жүріп өлуге таяп кілтті алады, сөйтіп келесі бөлмеге өтеді. Келесі бөлме тым біртүрлі, барлық зат тоңқайып қалған. Біздікілер тоңқайғанын қайтейін, бастысы жылы болса болды дейді. Сол кезде телефон шыр ете қалады. Көтеріп қалса бірдеме быжылдай кетеді. Атаңнан нәлет, бұл не тағы деп жатса, әлгілердің асты бір-бірлеп құлай бастайды. Әгі быжылдаған әуін шыққан сайын олардың астындағы бір зат түсіп отырады. Сол кезде спортсмен қыз өнерін көрсетемін деп, ана мынаған жабысып бір нәрсені іздей бастайды. Сөйтіп ол бір сейфті тауып алады. Ол сейфтің кодын оқымысты Зой шешіп береді. Бірақ сол кезде оларда аяқ басатын бір жер қалмайды. Бәрі бір жерге салбырап ілініп қалады. Құпия кодты шешсе де есіктің тұтқасы жоқ. Бәрі тұтқан іздей бастайды. Егер астыға құласа жерге кетчуп боп жағылып қалайын деп тұр. Сөйтсе есіктің тұтқасы бильярдтың 8 деген қара добы екен. Оны спортсмен сары қыз дәл алған кезде әлгі дауыс шығады. Сол кезде спортсмен қыз бар жылдамдығымен допты ана басқаларға лақтырып, өзі әрине асты құлап мерт болады. Осылай қалғандар келесі кезеңге өтеді. Ол бөлме аурухана екен. Және бөлмеде 6 төсек болады. Және төсек үстінде 6-ауының өмір баяны жазылған. Зой бәрін салыстырып қарап былай айтады. Біз бәріміз өлім аузынан тірі қалған адамдар екенбіз ғой. Бұл ойынның мақсаты нағыз үздік өлімнен қаша алатын адамды анықтау екен, дейді. Сөйтіп тұрған кезде бір экран өз-өзінен қосылып кетеді. Өзіңнің максимум мөлшеріңді тап. Бұл жерден шығатын 5 минутың бар. Ал үлгермесең, өз абалың өзіңе, дейді. Бәрінің есі шығып кетеді. Сөйтсе бұл жүрек қағысының мөлшері екен. Джейсон бәрінің өлшемін алады, бірақ ешкімдікі жетпейді. Содан ол Майкке барып, сен өлуге таяған кезің болып еді ғой. Сол кезіңді ойла, қане жүрек қағысыңды жылдамдат дейді. Бірақ ештеңе шықпайды. Сондықтан ол оны тоққа соқтырып көрмекші болады. Тоққа соқтырып жүрегін жылдам соқтырамын деп, оның жүрегін мүлдем соқтырмай тастайды. Майк сол жерде тіл ауызға келмей кетіп қалады. Содан Джейсон өзіне тексере бастайды. Сол кезде Зой ашуланып: Бұл ойынды кім ұйымдастырып отыр, а? Бұл біздің өмірімізбен ойнайтын кім? Дәл есік ашылғанда 5 минутта бітіп, тура улы газ шашылады. Джейсон мен Бен үлгеріп, ал Зой үлгермей қалады. Екеуі келесі бөлмеге келсе, бас айландыратын саусақ іздеріне толы бір түсініксіз бөлме екен. Бірақ екеуі бөлме жұмбағын шешу орнына төбелесіп кетеді. Бен Джейсонға: сенің кесіріңнен болып олар өлді. Сен нағыз қаншерсің, дейді. Сол кезде Джейсонның да ашуы келеді. Әйтіп-бүйтіп жүріп олар қайта татуласады. Екеуі жерге қараса бір есіктің тұтқасы секілді бірдеме тұрады. Әлгілер екеуі бірігіп оны ашып қалса, әгіден улы газ шығады. Екеуінің есі шыға бастайды. Сол кезде Бен бір екпені тауып алады. Әгіні өзіне екке жатса, оны шоколад көріп қояды. Сөйтіп пытыш-тыдыш ойыны болып, әлгі сүйретілген Бен Джейсонды бір теуіп құлатып, өзіне екпені егіп алады. Сөйтіп есін әрін жияды. Сөйтіп ол келесі кезеңге жалғыз өзі өтеді. Сол кезде төменде қалған Зой есін жияды. Тоқта. Әлгі улы газ қайда қалды? Не, Зойда ерекше қабілеті бар ма еді? Оны біз білмедік қой. Жалпы бұл кинода кішкене логика деген нәрсені ұмытып кеткен ау деймін. Бірақ бізге бәрібір, бізге тек киноның негізгі желісі ғана қызық, ал біз қателік таппаймыз, ал қателіктерге көз жұма қараймыз. Ал енді өтіп кетейік бұдан. Зой есін жинағанда сол бөлмеге мәйітті тазалау үшін 2 жұмысшы келеді. Сол кезде Зойға қайтадан ерекше қабілет пайда болып, ол екеуін талдырып тастайды және пистолет алып тайып тұрады. Сол кезде Бен келесі бөлменің жұмбағын шеше алмай, 2 қабырға 2 жағынан қыса бастайды. Сол кезде Бен бір қуысқа кіріп алады. Сол кезде есік ашылады. Осылай ол келесі бөлмеге келеді. Бөлмеге кірсе, бір үлкен экраннан әлгі алтауының суреті шығып тұрады. Одан бір көзәйнекті қазанбас: құттықтаймын досым, сен мықты екенсің. Қане, тойлайық, дейді. Сол кезде Бен: Исуаз, сүмелик, сен не үшін осындай ойынды істедің, десе,
әлгі қазанбас тура Бенді қылқындыра бастайды. Сол кезде Бен өзіне қаталған ағашты қазанбасқа тығып құтылып кетеді. Сол кезде экраннан ойында екі ойыншы тірі дейді. Сол сәтте Зой шығып келіп қазанбасқа атады. Білмеймін, оқ шала тиді ма түсінбей қалдым, қазанбас тығылып қалады. Әрине, кішкене бытыш-тытыш ойыны болады. Одан кейін олар ауруханаға барып емделіп, Зой бұл ойынды ойнатқан адамдарды тауып полицияға ұстатамын, түрмеге қамаймын деп полицияға барса, әлгі ойын болған жерде ешқандай айғақ жоқ болып шығады. Алты ай өткеннен кейін Бен мен Зой кездесіп, әлгі ойын барысында өлген қатысушылардың мәліметтерін көреді. Қараса, сонда өлген адамдардың бәрі басқа себеппен өлген қылып жазылған екен. Бұл өлімдерде ешқандай ойынға қатысы жоқ болып шығады. Содан Зой өзінің артына қарамай, ойынды ұйымдастырған адамдардың атасын танытам, мен олардың көзіне көк шыбын үймелетем, эпи-пи-пи дейді ғой. Және мен ұшаққа 2 билет алдым дейді, ертең кетеміз дейді. Әлгілер ұшаққа отырып алып кетке жатса, сөйтсе әлгі ұшақ тағы әлгілердің ойыны екен. Олар осылайша келесі ойынға қатысады. Осылайша ол келесі бөлімде шығады. Осылай осы бөлім аяқталады және біздің видеода аяқталады.